Менде батпырауық бар, соны ұшырайық. Ұшырып ойнайық. Самыға батпырауық, самыға. Үміт, қызым, апақ-сапақ басталмай үйге қайта ғой. Әкем үйге қайт деп жатыр. Маған да әжем айтатын, апақ-сапақта ойнама деп. Я, Үміт, біз де қайттық үйге. Сау бол. Сау бол, Үміт. Әкетай, Ау қызым, неге үнемі кешкі уақытта күн батып қараңғы түседі? Неге түнде жарық болмайды? кел қызым, отыр. Қазір мен саған бәрін түсіндіріп берем. Себебі күн жарық пен жылу беріп тұрған жұлдыз. Жер оны айналып жүр. Ал ай болса, біздің ғаламшарымызды айналып жүрген оның серігі. Солай ма? Иә, біздің жер шарымыз күнді бір айналып өтуіне 365 күн немесе 1 жыл уақыт кетеді. Біраз уақыт кетеді екен. Дәл солай. Ал ай болса, жерді 27 күнде бір айналады. Күшті. Бірақ неге түнде күн жоғалып кетеді? Оның өз себебі бар. Күннің сәулесі жердің бір ғана бөлігіне түседі. Арғы жағы қараңғыда қалады. Бірақ біздің ғаламшарымыз өз білігін 24 сағатта бір рет толық айналып шығады. Мәссаған, бұл қызық екен. Рахмет, Әкетай, мен енді түсіндім. Келесіде күн батқанда бірден үйге қайтам. Ақылдым сол. Енді қолыңды жуа қой. Анаң дастархан дайындап қойды.